Шұғыл жаңалық. АқШ Венесуэлаға тиесілі мұнай танкерін тәркілегеннен кейін президент Николас Мадуро риторикасын жұмсартуға мәжбүр болды. АқШ билігінің мәліметінше, танкер санкцияларды бұзу күдігімен тоқтатылған. Кеме Венесуэла мұнайын АқШ шектеулеріне қамастан тасымалдаған деп болжануда. Оқиғадан кейін Мадуро диалог пен ынтымақтастыққа шақырып, бұрынғы қатаң мәлімдемелерінен бас тартқанын көрсетті. Венесуэла АқШ санкцияларының қысымында қалып отыр. Мұнай экспорты ел экономикасы үшін негізгі табыс көзі болып саналады. Сарапшылар Мадуроның ұстанымын өзгертуі Венесуэланың одан әрі экономикалық оқшауланудан қашуға тырысқанын көрсетеді дейді. АқШ билігі санкциялар Венесуэлада саяси өзгерістер орын алмағанша сақталатынын мәлімдеді. Бұл оқиға АқШ пен Венесуэла арасындағы шиеленісте мұнайдың басты рөл атқаратынын тағы да көрсетті. Жағдайды АБ Ньюс бақылауда ұстайды.